Сәлем жас дос, сені білім күнімен құттықтаймын. Бүгін 1 қыркүйек, бүкіл қазақ даласында мектептер жаңа оқу жылын бастап, шәкірттерге есігін айқара ашып жатыр. Мектеп табалдырығын енді аттаған оқушылар үшін салтанатты жиындар ұйымдастырылып, алғашқы қоңырау соғылуда. Әрқашан біздің ұлтымызда білім құндылығы жоғары дәріптелген. Кел балалар оқылық деп алғаш мектеп ашқан Ыбырай Алтынсарин. Балалар оқуға бар жатпа қарап деп өлең жазған Ахмет Байтұрсынұлы әрдайым оқу оқып ізденуді бірінші орынға қойды. Жас дос, сен қазақ елінің болашағысың. Мектеп сенің кемел келешегіңнің негізін қалайды. Өмірлік жолыңды қалыптастыруда негізгі рөл ойнайтын да осы білім ордасы. Сондықтан дәл қазірден бастап ерінбей еңбек етіп, талаптанып, бар зейініңді білім алуға бөл. Спортпен шұғылдан, олимпиадаға қатыс, ғылыми зерттеумен айналыс. Түрлі үйірмелерге жазылып машықтан. Мектептің өзін-өзі басқару ұйымдарының, мектеп парламентінің, әрқандай клубтардың қатарына қосыл. Өзің қызығатын кез келген саланы таңдаудан жасқанба. Мектеп мейірім мекені, мұнда сенің сүйікті ұстаздарың, қамқор достарың бар. Осындай ғажайып ортада өзінде әрдайым жайлы сезін. Мен сенің жетістіктерге жетіп, биік асуларды бағындыратыныңа сенемін. Сен де өзіңе сен. Жаңа оқу жылы құтты болсын.